Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Бүгін сіздермен бірге бір тестадан әрі самса, әрі пияздан пицца дайындайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға бір жұмыртқаны шағып аламыз. Үстіне тұз, 350 мг су, салқын су, жақсылап араластырамыз. 2 қасық сұйық майымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, кішкене тындыратын боламыз. Енді ішіне салмасын дайындайтын боламыз. 3 үлкен пиязымызды майдалап турап алатын боламыз. Біз 2 түрлі салма дайындаймыз. Турап алған пиязымызды ыдысымызға салып аламыз. Пиязымызды екінші ыдысымызға салып аламыз. Асқабақты да майдалап турап алатын боламыз. Пиязымыздың үстіне асқабағымызды салып аламыз. Мұрыш, зіре, тұзымызды салып араластырамыз. Бірінші салмамыз дайын. Екінші салмамызға фарш саламыз. Зіре, қара мұрыш, тұз салып, бұны да жақсылап тұрып араластырамыз. Ішіне салмаларымыз дайын. Қамырымызға сармайды ертіп аламыз. Қамырымызды 3 бөлікке бөліп алдық. Біреуі үлкендеу, екеуі кішкентай бөлік болды. Енді үлкен тестамызды жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алдық. Дәл осындай жұқалықта жайып алатын боламыз. Енді үстіне жаңағы майымызды жағып шығамыз. Бұл самсаның тестасы.
Endi testamizni videodagıday orap chiqamiz. Холодильникке жарты сағатқа қоятын боламыз. Ал енді екінші екі кішкентай қамырды жайып аламыз. Ал тестамыз дайын болды. Енді сары майымызды жағып шығамыз барлық жеріне. Арыштан жасалған салмамызды қамырымызға сеуіп шығамыз барлық жеріне. Ал енді видеода көрсетілгендей қамырды орап шығамыз. Дәл осылай орап аламыз. Енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Нандарымыз дайын, листімізге қойып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Үстіне мак, седана себулеріңізге болады. Мұздатқыштан самсаның тестасын алдық. Енді қамырларымызды кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Енді жайып аламыз оқтаудың көмегімен. Қабақтан салған салмамызды салып, самсаны дәл видеодағыдай түйіп шығамыз. Ал самсаларымызды енді таяқшаға салып шығамыз үш-үшеуден. Барлығын дәл осылай етіп жасайтын боламыз.
шашлик самсаларымызды енді духовканың листіне қойып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, седана сеуіп, 250 градуста 45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ал міне пияз нандарымыз да пісті. Бұны да 250 градуста 45 минутқа пісіріп алдық. Өте дәмді, үйде жасап көріңіздер. Самсамыз да пісті. Өте дәмді. Үйде жасап көріңіздер, өте дәмді. Менің каналыма тіркеліп, комментарий, лайк жазып кетуді ұмытпаңыздар. Самса өте дәмді болды. Қысырлап, қатпарлары қатпар болып шықты. Ет пен пияз салып істеген пияз нанымыз да өте дәмді шықты. Қат болып, қатпарлы, өте дәмді. Үйде жасап көріңіздер. Баршаңызға рахмет, ас болсын.